Сіздің беліңіз жасырын депрессиядан да ауыруы мүмкін. Бұл қалай? Бел ауруы мен депрессияның қандай бір-біріне қатысы бар? Егер сіздің бел ауруыңыз 3 айдан аса уақыт мазалайтын болса, сіздің беліңіз тұсында ауру сезімі де, қабыну процесі де басылуы керек. Біздің миымыз әртүрлі сезімдерді есте сақтап қалады. Егер сіздің психоэмоциональдық фоныңыз төмендеген болатын болса, осы ауырды деген сигнал мида қалып қоюы мүмкін. Сондықтан біз міндетті түрде психоэмоциональдық фонды тексеруіміз керек. Психоэмоциональдық фонды тексеру үшін мен сіздерге шкала тастап кетем. Осы шкаланы өз бетінше анықтап көріңіздер. Егер сіздерде жасырын депрессия болған болатын болса, онда міндетті түрде неврологты консультациясы керек. Сіз беліңізді емес, психоэмоциональдық